Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Подписаться басасыздар ма, лайк басасыздар ма? Өтініш, осы видеоның астында не бар, крыша туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар, қатты қуанамын. Крышаны приложение скачать етесіздер, арендовать басасыздар. Арендовать басқаннан кейін мына жерде не бар, промбаза склад деген бар. Так, промбаз, мына жерде фильтр басасыздар. Мына жерде фильтр дегенде сізге ең қымбаты керек па, ең арзаны керек па, соны таңдап кетуге болады. Тип промбаза ма, склад, продовольствие, тамақ сақтайтын склад керек па, химпродукция сақтайтын керек па, соны жазып кетесіздер. Завод керек па, соны. Завод десеңіз, мына қараңыздар. Завод арендаға беріледі. Так, неважно. Регион таңдап кетесіз, бағасы нешеден нешеге болған қалайсыз, соны жазып кетуге болады. Фотосымен бе, 40 объявление, фотосы хозяеваның өзінен бе, риск азайтып кеткен, 100-ге риск. Так, площадь учаскесі егер маңызды болса, нешеден нешеге дейін, ЖД тупик дейді. Таңдап кетесіздер. Электр жағынан потребление маңызды болса, оны жазып кетесіздер. Подстанциясы болған қаласаңыз, таңдап кетесіздер. Деп производственное помещение керек болса, неше квадрат метрден жазып кетуге болады. Склад помещение неше квадрат метр, оны да жазып кетуге болады. Офисное помещение, текст объявление арнайы сөзбен іздесеңіз, осыны таңдап кетуге болады. Егер сізге мына тым таба алмадыңыз, бірақ бұйырса тағы жаңа хабарландыру шыққанын күтіп қарап отырмау үшін сізге өзі крыша уведомление жібереді. Ол үшін получать уведомление деп қоюға болады. Көрейік, маған не керек, например, промбаз склад бытовой дейді. Тамақ сақтайтын мысал керек. 34 бар екен, тамақ сақтайтын. Көрдіңіздер, 129-90 мың дейді. Микроен жазған атта 90 мың дейді. Тамақ сақтайтын. Іші жақсы екен. Компания үшін гарантия береді деген сияқты. Так, нетуге болады. Избранно сақтап қойған, мына сақтадыңыз. Мына жерде уже избранныйда келесі жоғалтып алмайсыз. Мына жерде болады. Так, мына жерде 44 сотка жер территориясы бар. 300 метр квадрат дейді. Высота потолков дейді. Толығырақ танысып кетуге болады. Высота потолков, площадь офисных помещений в городе. ЖД тупик жоқ, своя подстанциясы бар, свет, газ, в общем, условиям бәрі бар. Специалист компания не деді. Звондауға болады, жазуға болады. Так, бұл объявление кеше берген, 307 адам қараған. $300. Фотосын байғылдыр сапты, оқты, молодец. Жақсы көрген фотосын көп салатын. Так, проспект Рыскулова, мына жер жүрген жоқ. Мықты кен. Осы асықпай іздейсіздер. Бағасы, склад, адресі. Так, қаладан да табуға болады екен негізінде. Картамен де көруге болады. Егер қай жерден керек болса. Так, Google дейді. Болды, берін қарап тұтмау. Таңға өтім соңын дейін. Так, біліп жүргенге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш.